көрермендер, бүгін мен сіздерге мынандай блоктан қалай забор тұрғызу керек, соны көрсететін болам. Ең алдыменен бізге мынандай бетонымызды араластыратын мынандай миксер қажет. Осыған дайындап аламыз, құм менен цементімізді араласпасын. Оны дайындап алғаннан кейін мына астауға салатын боламыз. Ең алдымен мынандай жібін тартып екі шетінен дайындап аламыз, кірпіштің бойыменен оны өлшеп. Одан кейін мынандай колоннаның орындарын перфоратордың бұрғының көмегіменен бұрғылап кесіп аламыз. Өйткені бұл жерге арматура қағылатын болады. Перфоратордың көмегімен тескен жерлерімізге арнайы осындай кесілген арматураларды қағып шығамыз орындарына. Колоннаның орнына осындай арматураларды орнатып шығамыз. Қағылған арматураға кірпіштің бойыменен өлшеп, осылай жіп тартып аламыз. Жіп тартып алғаннан кейін колонналардың орындарын осылай өлшеп белгілеп аламыз. Қай жерден колонна түседі, соны колонна түсетін жерлерді белгілеп алды. Одан кейін калитка, кішкентай есік түсетін жерді де осылай белгілеп сызып аламыз. Калитканың орнын 1,20 қалдырдық. Одан кейін колоннаның орнын осылай қай жерден тесу керек белгілеп аламыз. Онда бұрғының көмегіменен бұрғылап тесіп, бұл жерге арматураларын қағып шығамыз. Құрметті көрермендер, менің кейінгі және алдыңғы видеоларымды өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Есікке дейінгі өрілетін қабырғаны өстіп белгілеп, өлшеп сызып аламыз. Есіктің бір шеті, белгілеген жеріміз. Есіктің шетінен бір колоннаның орнын өстіп белгілеп қалдырамыз. 120 белгілеп алып, екінші шетінде өстіп белгілеп аламыз. Мінекей осылай қылып, кірпіштің ойылған жердің екінші жағында осылай ойып тесіп аламыз да, осылай орнататын боламыз арматураға. Енді осы тартылған жіптің бойыменен кірпішімізді өріп шығамыз.
Мінекей осылай уровеньге қойып, нөлін шығарып аламыз бірінші. Ең бірінші қатардағы өрілетін кірпіштерімізді нөлін шығарып алу керек алдыменен. Одан кейінгілері оңай болады, оңай өрілетін болады. Осылай кірпішімізді нөлін шығарып уровеньге қойып алғаннан кейін ойылған жерлеріне раствор толтырып шығатын боламыз. Өйткені өрген колоннамыз мықты болады, әрі өрілген кірпіштерімізді жақсы ұстап тұру үшін. Мінекей осылай қылып, балғаның көмегіменен екінші жағын осылай ойып аламыз кірпішті. Осылай қылып орнататын боламыз. Өстіп колоннамызды нөлін шығарып орнатып алғаннан кейін бағанағы тартқан жібіміздің бойыменен кірпішімізді өріп шығамыз. Oturup götürdüm.
Mineki osılay kılıp birinci katarın nölünü çıkarıp örüp aldık. Endi ikinci katarında dal osılay kılıp örüp çıgamız kolonnalarını koyup alıp. Mineki buruşta monday kılıp köterip alamız birinci. Mineki osılay kılıp buruşunu kalap alamız birinci. Buruşunu birinci kalap alsak, köterip alsak, odan keyingi mına jaktara oňay öriletin bolat. İki jak buruşunda osılay kılıp örüp alamız, soğan qarap jip tartıp, sonun boyu menen kirpişti öretin bolamız. Sonda oňay öriletin bolat kirpişimiz. İkinci katarda da örüp aldık. Hurmatly görermenler, muna osulay kılıp keyingi katarında osulay örüp çıgamız. Mineki hurmatly görermenler, muna zaborumuzu bitirdik, osulay kalap osulay kılıp kalap çıksaňyzlar bolady.